Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бантиктің тігілу жолы бірге тігетін боламыз. Мен бірге болыңыздар, каналымнан алыстамаңыздар. Маған керегі фатин, лента и резинка керек болды. Ең алдымен фатинді өлшеп дайындап қойдым. Енді тура қақ ортасынан қиятын боламын. Бүктеп бірдейлеп аламын. Екіге бүктеп өлшеймін. Бүктеп дайындап аламын. Тура ортасынан бүктеймін де қиып аламын. Маған 1,5 метр. Бір бантикке 1,5 метр жетеді. 1,5 метр фатин. Енді осы қиып алғанды алдымен лентамды қойып, екі шетінен тігіп шығатын боламын. Бантигім екі шетінен тігіп аламын. Фатин ортасын дәлдеп алдым. Сол ортасынан енді тігіп шығатын боламын. Қыздар осылай бантиктің ортасын ине жіппен бүріп тігіп алатын боламыз. Бантик жасайтын боламын енді. Сәдімлеп жөндеп, шет-шетін жөндеп аламын. Сетінен жерді сіріңкемен осылай аққан жағып жасаңыздар, сетінемейтін болады. Оған енді астына резинкасын тағып, резинкасын ине жіппен оны да тігіп таситын боламын. Осы бантигім дайын болды. Сіздер осылай жасап көріңіздер, өте оңай. Осы дайындап тігіп алдым. Бәрі 1,5 метрден 2 бантик шықты. Сіздер жасап алыңыздар, өте оңай. Мен каналымнан маған міндетті тіркеліп, лайк басып, қолдап қойыңыздар. Сізбен болған Қатира. Келесі видеомда жолыққанша